Баршаларыңызға сәлем, менің есімім Айткүл болады. Бүгін біз жұқа лаваш жасайтын боламыз. Яғни шаурманың сыртындағы лаваштың тестасын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: мына жерде 700 грамм ұн, 450 грамм қайнаған ыстық су, 1 шай қасық тұз қажет болады, және сұйық май, үлкен 3 қасық. Және де осыны қайнаған су ыстық болғандықтан қолымыз күйеді. Сондықтан бір қасық алып алсаңыздар болады. Енді қамыр елейміз. Ең алдымен ұнымыздың ортасын ашып аламыз. Мінекей қайнаған суды құймай жатып, тұз салып аламыз. Кішкене ғана былай араластырып жібереміз. Суымызды аз-аздан құямыз. Осының үстіне сұйық майымызды құямыз. Енді жақсылап араластырамыз. Қалған ыстық суымызды құямыз. Жақсылап тағы да араластырамыз. Қасықпен араластырып болдық. Енді осыны қолмен жақсылап араластырып, дуала жасап шығамыз. Елеген қамырымызды 30 минутқа тындырып қоямыз. 30 минуттан кейін табаларыңыздың көлеміне қарай қамырды бөліктерге бөліп шығамыз. Әр бөлікті осылай домалақтап шығамыз. Сосын оларды 15 минутқа тындырып қоямыз. 15 минуттан кейін осылай жұқа қылып жайып шығамыз. Жайып атқан кезде газымызды жоғары отқа қойып, табамызды қыздырамыз. Таба қатты қызуы керек. Енді осыған лаваштарымызды салып, екі жағын пісіріп аламыз. Мінекей бізде лаваштарым дайын болды. Бетіне осылай суды сеуіп шығамыз. Бізде міне осындай керемет лаваштар шықты. Дүкеннің лавашынан еш айырмашылығы жоқ. Дәмі де бірдей, иілуі де осылай мұжған кезде сынып, қатып қалмайды. Осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.